Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен дәл осындай бір қамырдан екі түрлі балғын бәлішті дайындаймыз. Яғни былай айтқанда пирожкиді бірге дайындаймыз. Біреуі пешке пісетін, ал екіншісі майға пісетін пирожкиді менімен бірге дайындаңыздар. Ортасы осындай жып-жұмсақ, балғын, жеп-жеңіл піседі. Салмасы екі түрден жасалады. Бұл жерде мен салмасының біреуіне картошка, езілген картошка қосылдым, екіншісіне үйде қалған ет бар еді, сорпадан қалған, соны қостым. Ысырапшылдық жасамай, сорпаның етін бірге қосып, жуамен оны араластырып, толыққанды дәл осындай жұмсақ, ауызға салса бірден еритін балғын пирожкиді менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін осы көрсетілген барлық құрамды төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін. Менімен бірге дайындаңыздар, асықпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді, ең алдымен жылы суымызды, содан соң сүтімізді, барлық көрсетілген мөлшер құрамын төмендеге жазып кетемін. Дәл осылай құйып аламыз. Содан соң оның үстіне біраз қасық дрожжымызды саламыз, яғни ашытқанымызды. Содан соң мен бұл жерде тұз бен қантымды бірге қосып салдым, ал сіздер содан соң 50 грамм ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап тұрып силиконды күрекшемен араластырып аламыз. Біркелкі дрожж да, қант та, тұз да барлығы ерігенше араластырамыз. Содан соң илектен өткізілген ұнды біркелкі сала отырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дәл осылай жақсылап тұрып силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз, біркелкі араластырамыз. Содан соң осылай қолдың көмегімен біркелкі масса жасап аламыз, яғни тестомызды не қатты қылмай, не жұмсақ қылмай, дәл осындай жып-жұмсақ қылып жасап аламыз. Содан соң оның үстіне 2 ас қасық шемешек майымызды құйып, дәл осылай табамызға салып, 2 сағатқа бөлме температурасына көтерілуге жібереміз. Сол аралықта үкіштіктен өткізілген жуамызды, болмаса осылай көбектеп туралған жуамызды майға салып, оны қыздырып, толыққанды жуамыз қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай сорпадан қалған ет бар еді менде, сол етті салмасына қостым. Дәл осылай жуамыз екі беті қызарып, асты-үстін қызарып, араластырып, оны салмаларымызға жасап аламыз. Бұл жерде менде салма біреуі етпен, біреуі картошкамен. Осылай қамырымыз көтерілгеннен кейін оны нан тақтайшамыздың үстіне ұнымызды себе отырып, жайып, тағы бір айналдырып жайып аламыз. Қолымызбен иіліп, содан соң біркелкі доңғалақ қылып кесіп шығамыз. Кесіп шыққаннан соң дәл видеода көрсетілгендей екі қолдың көмегімен доңғалақ форма жасап аламыз, яғни дөңгелек форма жасап алған соң оқтаудың көмегімен біркелкі доңғалақ қылып ысып шықсаңыздар болады, болмаса қолдың көмегімен ыссаңыздар болады. Қамыр өте, яғни тестомыз өте жұп-жұмсақ, балғын, ортасына начинкасы ет біреуіне картошка салдым. Дәл осылай көрсетілгендей екі бетін бүркеп осылай жауып дайындап қоямыз. Екіншісі бұл жерде менде салмасы картошка болды. Картошканы салып, қолдың көмегімен дәл осылай екі бетін айналдыра отырып жауып шықтым. Сіздерде асықпай дәл осылай көрсетілген формада жапсаңыздар болады. Болмаса өз қалауыңызға қарай неше түрлі формада пирожкиді дайындап алсаңыздар болады. Дәл осылай дайындалған пирожкиларымызды жауып болған соң, бұл жерде менде екінші пирожким духовкада пісетін болғасын, яғни пеште пісетін болғасын дайын тұр. Оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 30 минут қызып тұрған пешке пісіріп аласыздар. Бұл жерде екінші пирожкимізді біз балғын, яғни қызып тұрған ыссы отта, яғни ыссы майда пісіріп алдым. Содан соң екі бетін аудара отырып, осылай пісіріп шығасыздар. Міне өздеріңіз көргендей пирожкиларымыз дайын болды. Сап-сары, балғын, жұп-жұмсақ болып пісті. Қарасаңыздар жұқалығы қандай екені видеода өзі көрсетілгендей. Сап-сары, ешқандай жері күймей, шашыраңқы болмай, әдемі пісіп шықты. Менімен бірге дайындаңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімділік білдіремін.